Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең қарашаның 18-іне арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Күн барлық жағынан қолайлы, сондықтан жоспар құрыңыз және батыл идеяларды жүзеге асырыңыз. Жұмысыңызда ыңғайлыларға ықтыстаныңыз. Әріптестер мен серіктестерге сізді асықтыруға немесе кешіктіруге жол бермеңіз. Махаббатта жағымды тосын сыйлар күтеді. Кезең әсіресе кәсіпкерлік қызмет үшін қолайлы. Тәжірибе жасауға қымсынбаңыз. Сіз қателессеңіз де оның салдары болмайды. Қаржы мәселелеріне барынша назар аударыңыз. Пассивті бақылаушы болмаңыз. Дәл қазір сіз оқиғаның дамуына әсер ете аласыз. Жұмыста өз ойларыңызды дауыстап айтудан қорықпаңыз. Отбасылық және романтикалық қатынастарды тексеруге болады. Сүйіктіңізбен қарым-қатынаста шынайы болыңыз. Ұзақ және ауыр жұмыстарды жоспарлауды бастаңыз. Осы кезеңде ұзақ уақытқа кейінге қалдырылған нәрсені жасай аласыз. Аға буынның ықпалды адамдармен қарым-қатынас жасау, жылжымайтын мүлікті жер телімдерін салу және сатып алу үшін қолайлы кезең. Бұл күні бастықтармен және әріптестермен ұрыс-керістерден, өткір пікірталастардан аулақ болу керек және тез нәтиже беретін мәселелерге назар аударыңыз. Жалғыз айналысуға болмайтын жобаларды әзірге кейінге қалдырыңыз. Бұл уақыт әлеуметтік шараларға қатысуға, ойын-сауық және саяхат орындарына баруға қолайлы. Жаңа заттарды қабылдамаңыз. Ескілерін аяқтауға тырысқаныңыз абзал. Мүмкін болса ешқандай уәде бермеңіз. Артқан міндеттемелерді қабылдамаңыз және сізге айтылатын нәрсеге тым көп сенбеңіз. Қарсы жыныстағы адамдармен қарым-қатынас жасағанда абай болыңыз. Болып жатқан оқиғаларды мұқият қадағалап, жағдайдың өзгеруіне қарай әрекет ету керек. Еңбек пен іскерлік қарым-қатынасты реттеңіз. Сізге сенімсіздік тудыратын әрекеттермен айналысуға болмайды. Бұл уақыт сүйіспеншілікке қатысты барлық нәрсеге қолайлы. Қиын нәрселерді кейінге қалдырыңыз. Бұл кезең белсенді әрекеттерге қарағанда демалуға қолайлы. Өз таланттарыңызды дамытып, басқалардың мүмкіндіктеріне кедергі жасамаңыз. Жеке деңгейде ешқандай көңілсіздік күтілмейді. Алда көптеген нәрселер бар және сіз олардың барлығын дерлік шеше аласыз. Барлығын толық жауапкершілікпен қабылдауға тырысыңыз. Кейінірек ол есептеледі және сіздің тарихыңызға қосымша ұпайлар әкеледі. Жақын адамыңызға қиялыңыз бен зейініңізді көбірек көрсетуіңіз керек. Осы күнге жоспар құрған кезде жылдам нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік беретін іс-шараларға басымдылық беріңіз. Сапарлар, кездесулер, іскери байланыстар сәтті болады. Жалғыз адамдарға өмірде көптеген айқын әсер қалдыратын адамды табуға мүмкіндік беріледі. Жылжымайтын мүлікке қатысты мәселелерді, сондай-ақ барлық ұйымдастырушылық мәселелерді шешу күрделі, асқынуларсыз жүзеге асырылуы керек. Бүгінгі күні кез келген жұмыс сынға түседі. Кезең жаңа ұзақ мерзімді бизнесті бастауға жарамды. Сіз оңай келісімге қол жеткізесіз, сондықтан көмек күтетін адамдармен алдын ала сөйлесуге дайындалыңыз. Сізге тікелей қатысы жоқ дауларға араласпаңыз. Қарашаның 18-іне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».